Тек ата, Боранбай. Қазақ даласының данышпандары өнер ошақтарын ашып, халыққа кәсіп үйретіп, сауда жүргізіп, мал бағып, аңшылық жасап, жет қазынасын берік ұстап отырған жақсы уақыт болған екен. Боранбайдың әкесі жеті жарғының қатаң тәртібі, әділдігі мен тұтастығы сақталып келе жатқан кезеңде өмір сүрген деседі. Әкесінің әл-ауқаты жақсы, қол шебері, киіз илейтін кәсібін дөңгелетіп, айналасына ауыл жинақтаған 15 түтіні бар дербес қоныстың иесі болса керек. 18 ғасырдың бастапқы шеңі жаз аяқталмай жатып, жиі жел соғып, аспанға құмды көтеріп, шыбын шіркеймен бірге ұйтқыған жел малдың мазасын әбден алған уақыт болыпты. Осыған қарап, бұл жылғы қыстың ызғары қатты болатынын болжаған жұрт киіз бұйымдарын жақсы саудалаған екен. Шынында да боранды қыс болыпты. Болса да кенжесінің қалжасына маңайдағы жұртты шақырып үлкен ас берген екен. Боранда туған ұрпағы бай болсын деп азан шақырып ныспын қояды. Боранбай Ертіс өзенінің бойындағы бір жағасы құмды дала, бір жағасы талды орман ортасында дүниеге келген екен. Соңғы көштің жүгі ауыр болады ма, бұл жылы табиғаттың өзі орнықсыздық танытып, отау иесінің бәйбішесі босанған соң күшін жинамай, кенжесінің 40 шелпегіне жетпей көз жұмады. Бұл жылы қазақтың тыныштығын талай жылдар қамтамасыз етіп келе жатқан қанды қайтыс болады. Алтайдан анасын емдету үшін шақыртқан емшіні нәресте қызымен бірге қалдырып, Боранбай кенжені осы сүт апасы өсіріп, ары қарай қайып. Боранбай есейгенше әкесінің кәсібіне көмекші болып, киіз бұйымдарды шығаруды жетік меңгеріп алады. Жасына жете отау құрып, әкесінің кеңесі бойынша білім алсын деген мақсатпен Алтай шеберлерінің мектебіне жақын қоныс аударады. Ағаш өңдеу ісін меңгереді, бала шағалы болады. Бұл кезеңдерде даладан тыныштық кетіп, жоңғарлардың баса көктеп, ауылдарды тонайтын шапқыншылықтары жиілей бастаған кез еді. Қазақ елі бұрынғы ұлылығын берік ұстап тұра алмады. Жаңадан келген төстеушіге сұлтансымақ топтар тарапынан наразылық күшейіп, бақ таласы мен тақ таласы өрши түскен кез екен. Қазақ даласында билік жолындағы күрес шиеленісе берді. Хандық тәртібі күйзеліске ұшырапты. Рулар, тайпалар, жүздер арасында билікпен байланыс әлсіреді. Атамыз ұмыта бастаған алтыбақан алауыздық қайта қозды. Ауыл ошақтарын қайнатып отырған байлардың аймақтық бөліс тартысы күшейді. Қазақтың барлық жүзінің өз ішінде келтелі хандар пайда бола бастады. Ертіс бойын жағалаған сұлтан әскерлері жасақ жинап, барлық қолына қару ұстай алатындарды алып кетіп жатты. Көпшілігі кейін хабарсыз табылды. Арада уақыт өте келе Боранбай өз жеріне оралды. Әкесі ұрпақтарына малын үлестіріп, қартайған шағында бұрыннан келе жатқан қосшы ошақтарымен бірге Боранбайдың қолына қалады. Қолдағы қостарды сақтап қалу үшін бұрынғы жерді тастап, шығыс жақтағы құмға қарай көш алады. Құмды жерде түйе баптап үйренеді. Жүнін түтіп көрпе, жастық, текемет сияқты бұйымдарды жасай бастайды. Ағаш шебер ретінде кереге, уық, шаңырақ, сықырлауық, табалдырық, маңдайша, таяныш секілді негізгі киіз үйдің бөліктерін жасап, шығыс базарына апарып, айырбас жасауды кәсіп қылады. Құмды далада өзі жинаған киіз үйлерден әр ошақ кіші шеберханалар жасап, Ертіс бойының ағаштарын өңдеп, қосшылар жинақтап, көшпенді халық арасында өнімдерін сауда қылған екен. Алтай, Қосшыбай, Қырықбай, Керей, Ахмет деген балалары болыпты. Ертістің бестерегін құмға көшіріп, оларды өсіріп, ел аралап, саналы өмір сүріп